Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше әрі өте дәмді тағамның жасалу жолымен бөлісемін. Жасалу жолы да өте оңай, сізде менімен бірге жасап көріңіз. Алдымен ыдысымызға 200 грамм суды құйып, үстінен 1 шай қасық тұзды қосып, және 1 ас қасық сұйық майды қосып, тұзы ерігенше кішкене араластырып аламыз. Оның үстінен еліктен өтіп дайын тұрған ұнымызды қосып, жақсылап қолымызбен орташа тығыздықтағы қамыр илеп шығатын боламыз. Мінекей, жақсылап қолмен илеп болғаннан кейін бізде осындай қамыр дайын болады. Оны салафан пакетке салып, иі қанғанша 15-20 минутқа қалдыра тұрамыз. Осы арада ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Бізге 2 бас сәбіз, тартылған ет, 2 бас картоп және пияз қажет болады. Сәбізді видеода көріп тұрғандарыңыздай үккіштің ұсақ көзінен өткізіп дайындап аламыз. Картопты да дәл солай осы үккіштен өткізіп дайындап алдым. Пиязды қолымызбен барынша ұсақ етіп турап шығамыз. Бұл тағамның пиязы көп болса, өте дәмді болып шығады. Сондықтан мен көп теу пиязды пайдаланып жасадым. Мінекей, барлығын үккіштен өткізіп дайындап алдық. Енді қызып тұрған табамызға сұйық майды құйып, бірінші пиязды салып қызартып қуырып аламыз. Мінекей, осылай қып-қызыл болып қуырылып шықты. Оның үстінен тартылған етті салып, оны да кішкене қуырып аламыз. Пиязды неғұрлым сарғайтып қуыратын болсаңыздар, соғұрлым біздің тағамымыз дәмді болып шығады. Тартылған етті 2-3 минуттай баяу отта қуырып алдым. Оның үстінен енді жаңағы үккіштен өткізіліп дайын тұрған картоп пен сәбізді қосып, тағы да жақсылап қуыратын боламыз. Үстінен ешқандай да су құймаймыз. Оттың астын баяу етіп қойып, 10-15 минут уақыт қуырамыз. Сол кезде барлық салмасы бірдей пісіп шығады. Дәміне қарай тоз қара бұрышты салдым. Осы орайда өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуішті салып жасай берсеңіздер болады. Мінекей, 1 рет араластырып алып, бетін жауып, 10 минут уақытқа баяу отта бұқтырып қоямыз. Осымен біздің салмамыз толық дайын болып шығады. Жаңағы иленген қамырды алып, тағы бір илеп жібереміз де, бірнеше ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Қазір біз қамырды жұқа етіп жаятын боламыз, сол үшін ұсақ бөліктерге бөліп алу қажет. Егер сіздердің табаларыңыз үлкен болса, зуалаларыңызды да үлкен етіп бөліктерге бөлесіздер. Бөлінген қамырлардың барлығын дөңгелектеп шығамыз, яғни бір илеп аламыз. Одан соң бетін жауып, 10 минут уақытқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында біздің қамырымыз өте жұмсақ болып қалады, жаюға да өте ыңғайлы болады. Мінекей, 10 минуттан кейін қамырды алып, біртіндеп жая бастаймыз. Міне, оқтаумен жая келе, менде осындай қалыңдықтағы қамыр дайын болып шықты. Барлығын осы қалыңдықта жайып дайындап аламыз. Табамызды қыздырып алып, астына май жағып, жаңағы жайып қойған қамырларды біртіндеп пісіріп аламыз. Ең алғашқы қамырдың екі жағында бірдей сарғайтып пісіріп аламыз. Одан соң келесі бетіне жаңағы дайындап қойған салмамызды салатын боламыз. Мінекей, жақсылап осылайша жайып шығамыз. Салмасын жақсылап жайып алғаннан кейін үстінен келесі қамырды осылайша жайып аламыз да, тағы екінші бетін аударып, тағы да салмасын салып, осылайша қамырды кезекпе-кезек сала отырып, аударып пісіріп алатын боламыз. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмей жаңадан қарап отырған көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта да сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Және менің каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыз, сіздер өздеріңіз іздеген бірнеше видео рецепттерді ашып қарай аласыздар. Міне, мен жайылған қамырдың 6-уын пісіріп болғаннан кейін бетін жауып 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Бөлек ыдысқа салып алып, бетін тағы да жауып 15-20 минут уақытқа қалдырамыз. Сол кезде қамыры одан әрі жұмсара түседі. Мінекей, болғаннан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай орап ұсына берсеңіздер болады. Дәмі деген өте керемет болып шығады, достар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сізге рецепт ұнаса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.